Арман үнсіз ғана сөмкесін алып үйден шығып кетті. Арада 2 апта өтті. Ауылдың қайырымды тұрғындарынан Құралай Арманның Сараның үйіне бармағанын естіді. Ол ағасының үйіне кетіп, сол үйде 2 аптадай тұрып жатыр екен. Құралай толықтай ажырасуға шешім қабылдаған. Сара 1-2 күнде босанып қалуы тиіс. Бір күні Құралай жұмыста отырған кезде жұмыс телефонына қоңырау келді. «Сәлеметсіз бе?» «Әкімшілік» деп Құралай тұтқаны көтерді. «Сәлеметсіз бе? Аудандық ауруханадан хабарласып тұрмын. 1 ай бұрын сіздің ауылдан Сара атты келіншек ауруханаға түскен болатын. Сол қыздың туған туыстарымен хабарласуымыз керек. Телефон нөмірлерін білесіз бе?» деді медбике. «Мен ол қызды жақсы танимын, оның бұл ауылда ешқандай да туысы жоқ. Әке-шешесімен тұратын. Алайда 3 жыл бұрын әке-шешесі бірден қайтыс болып, содан бері жалғыз өзі тұрады. Басқа ауылда немесе қалада тума-туыстары бар ма жоқ па білмеймін», деп жауап бергенмен Құралайдың іші алай-дүлей болып, жүрегі бір жамандықты сезіп отырды. «Онда әкімдіктегілерге жеткізіңіз. Сара бүгін таңғы сағат 6-да босанды. Бірақ Сара босану үстінде қайтыс болды. Енді жерлеу мәселесімен және баласын балалар үйіне орналастыру мәселесімен айналысу керек», деп медбике салқынқандық танытты. «Қандай балалар үйі?» деп Құралай естіген мәліметті қорыта алмай әлек болды. «Енді сіз өзіңіз айтып тұрған жоқсыз ба? Ешкімі жоқ» деп. «Сараның ешкімі жоқ болса, оның баласын кім бағады?» «Әрине, балалар үйіне кетеді. Баланың әкесі бар ғой. Әкесі баласын бағады», деп Құралай енді есін жиғандай болды. «Жүктілік карточкасында Сара тұрмыс құрмаған деп тұр ғой. Сол себепті мен баланың әкесі жоқ деп ойладым. Олар заңды некеде болған жоқ. Бірақ бірге тұрып жатты», деп Құралай жаны шықты. «Олай болса, баланың әкесіне жеткізіңіз. Ұлды болды. 3 кило 200. Дені сау, шекесі торсықтай ұл бала дүниеге келді. Баланың әкесі тезірек келсін. Қаншама құжат дайындап қол қоюы керек», деп медбике тұтқаны қойды. Құралай тұтқаны қойып, ұзақ уақыт ойланып отырып қалды. Естігенін миында қорытып, не жыларын, не күлерін, не қуанарын, не қайғырарын білмей, қызық сезімде болды. Бір кезде есін жиып бастығына барды. Естігенін түгелдей жеткізді. Бастығы бірден қол астындағыларға тапсырма беріп, көлікпен және басқа керек жарақтармен қамтамасыз етіп, тіпті жерлеу қызметімен де сөйлесіп қойды. Құралай сұранып күйеуінің жұмысына келді. «Құралай, сен мұнда не істеп жүрсің?» деп Арман таң қалды. «Бізге сөйлесу керек» деп Құралай кесіп айтты. Арман да бұл кезде жұмысын аяқтап, қолының майын ескі шүберекке сүртіп тұрған кезі еді. «Не болды? Анама бірдеме болып қалды ма? Әлде балаларға бірдеме болды ма? Сенің түрің бозарып кетіпті ғой» деп Арман мазасыздана бастады. «Арман, сен ұлды болдың. Сара саған шекесі торсықтай ұл сыйлады, бірақ өзі қайтыс болыпты». «Қайтыс болыпты? Қалай? Сара ма?» деп Арман ештеңе түсінер емес. «Иә, Сара қайтыс болыпты. Қалай болғанын мен де толық білмеймін. Жаңа әкімшілікке ауруханадан хабарласты. Сені шақырып жатыр, тезірек келсін дейді». «Жақсы, барамын» деп Арман жағдайды дұрыс түсінбей тұрса да басын изеді. «Жақсы, мен де жұмысқа кеттім». Жұмыс көп деп Құралай есеңкіреп тұрған күйеуін жалғыз тастап кетті. Сараны әкімшіліктің көмегімен барлық жөн жоралғысын жасап, жерлеп тастады. Жерлеу рәсіміне асына Құралай бармады. Құралай бір жағынан Сараның өліміне өзін кінәлі сезінді. Соңғы рет күйеуі екеуін ауруханадан көргеннен кейін Құралай Сараға өліп тілеп еді. Сол тілегі қабыл болып кетті ме деп қуыстанып уайымдап жүрді. Енесі қанша жерден түсіндіріп, ойыннан тайдырғысы келгенімен Құралай уайымнан арыла алмай қойды. Содан бір күні кешкі асқа Арман келді. Қолында ұлы бар. Атын Орынбай деп қойыпты. Анасының орнын басқан ұл дегендей болыпты. «Анашым, мен саған келдім. Саған немереңді көрсетейін деп және сенен көмек сұрайын деп келдім. Мен жалғыз өзім мына баланы баға алмайтыным анық. Маған көмектесші». Маған ауруханада түсіндірді, бірақ мен барлығын ұмытып қалдым.
Сен білесің ғой, мен ешқашан балаларымды өзім баққан емеспін. Деп Арман анасына жалына сөйледі. Әрине балам, мұндай жағдайда мен саған көмектесемін. Деп баланы қолынан алып кереуетке жатқызды. Сүп сүйкімді ұл бала ұйықтап жатты. Жаным сол деп әжесі немересін бір иіскеп сүйіп алды. Қайда тұрып жатырсыңдар деп анасы баласына қарады. Сарадан қалған үйге бардық. Сол жақта тұратын шығармын. Бірақ оның үйі салқын екен. Сараның үйі алыста ғой. Мен саған күнде ол жаққа шауып бара беретіндей жас қыз емеспін. Әзірге осы үйде тұрыңдар. Бала бірақ қатайсың деп анасы келініне қарады. Келіні енесінің сөзін естіп кері бұрылып бөлмесіне кетіп қалды. Келіні жақтырмай, ренжіп кетіп қалған шығар деп ойлады. Алайда бір кезде қолында нәрестеге арналған киім-кешектер мен жүргектермен келіп тұр. Мына киімдер біздің балалардан қалған киімдер еді. Үшінші баламыз болып жатса, пайдаланармыз деген ниетте жинап жүредім. Деп Құралай енесіне ұсынды. Енесі келіннің ақылдылығына риза болды. Атын кім қойдыңыз, әкесі деп Құралай Арманға тиісе сөйлегендей болды. Орынбай деп қойдық, Құралай рахмет саған деп Арман Құралайдың қолын ұстап еді, Құралай дір ете қалды. Бірден қолын ысырып тастап, сен үшін емес, еш кінәсі жоқ бала үшін бәрі де. Деп теріс айналды. Бөлмесіне барып тағы да балаға керек жарақтарды алып келді. Баланы қолына алып Құралай күлімсіреді. Қош келдің балам, бұл сенің үйің. Ата-анаң, әжең, бауырларың жанында. Барлығы жақсы болады деп тағдырдың өзі сыйға тартқан ұлын бір сүйді. Арман болса, осы сәтте өзіне әлемдегі ең сұлу және ең ақылды әйелдің бұйырғанын түсінді. Ақымақ басы кезінде түсінбей, бағаламай жүргеніне қатты өкінді. Алайда енді өмір бойы алақанына аялап, тек бақытты сәттер ғана сыйлаймын деп өз-өзіне сөз берді. Соңы бұл әңгімеде соңына жетті. Құрметті тыңдарман, бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Әңгіме ұнады ма? Алдағы уақытта көптеген жаңа әңгімелер жарық көретін болады. Жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сіз қалай ойлайсыз, Құралай дұрыс шешім қабылдады ма? Сіз Құралайдың орнында болсаңыз, не істер едіңіз?